Сәлеметсіздер студенттер. Тамақтандыру кәсіпорны өндірісін ұйымдастыру пәнін бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты суреттерді көріп тұрсыздар. Осы суретте қандай бейнелер бейнеленген? Мысалға, мына жерде қоймалардың суреттері, қойманы тазалап жатқан сурет көрсетіліп тұрды. Сабақтың бүгінгі тақырыбы қандай деп ойлайсыздар? Сабақтың тақырыбы қойма бөлмелеріне қойылатын көлемдік, жоспарлық және санитарлық гигиеналық талаптар. Сабақтың мақсаты білім алушыларға қойма бөлімінде жүргізілетін операцияларды және санитарлық талаптарды үйрету. Сабақтың міндеті қойма бөлмелерінің тағайындалуын біледі. Қойма бөлмелерінің құрамын біледі. Қойма бөлмелеріне қойылатын көлемдік, жоспарлық және санитарлық гигиеналық талаптарды сақтауды біледі. Күтілетін нәтиже қойма бөлмелерінде жүргізілетін операцияларды және санитарлық талаптар туралы үйрену. Қоймалар өнімдерді орналастыру және сақтау үшін стеллаждар мен төсеме бөренелер мен салмақ өлшегіш құралдар мен мұздатқыш, көтергіш және тағы басқа жабдықтармен жабдықталады. Құрғақ өнімді сақтайтын қоймалар құрғақ жақсы желдетілген және қажетті мөлшерлі сөрелер мен стеллаждар мен және шкафтар мен жабдықталу керек. Шкафтар мен үлкен ағаш жәшіктердің асты кем дегенде еденнен 15 см биіктікте болуы керек. Қабырға мен өнімнің арасындағы ара қашықтық 20 см-ден кем болмау қажет. Қойманың температурасы мен ауа ылғалдылығы тұрақты болу керек. Өйткені температураның түсіп кетуі өнімнің ылғалданып, көгеріп кетуіне әкеп соғады екен. Қойманың ішкі жоспарлауы келесі талаптарға жауап беру керек. Тауарларды рационалды орналастыру әдістерін қолдануды қамтамасыз ету, сақтау кезінде бір тауардың екінші тауарларға кері әсерін жою, қарама-қарсы қиылысқан тауар қозғалысын болдырмау, механизация құралдарын заманауи технологияны қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету. Қоймалардың нақты жұмысын қамтамасыз ету үшін қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қойма бөлмелеріне көлемдік, жоспарлық және санитарлық гигиеналық талаптар қойылады. Көлемдік, жоспарлық талаптарға қойма ауданы ықшам болу керек, әр тауарға участке бөлінуі керек, жабдықтар рационалды орналасу керек, өту үшін қажетті аудан қарастырылуы керек. Подвалда орналасқан қойма бөлмелерінің биіктігі 2-50 метр аз болмау керек. Тоңатқыш камералар 2-40 метрден аз болмау керек. Көліктің кіруі мен өнімдерді түсіру шаруашылық аула жағынан кіргізілуі керек. Жүктерді қабылдау үшін бірден бірнеше машиналардан жүк түсіруге арналған түсіру алаңы, платформалар болуы керек. Тауарларды подвалға түсіру үшін есіктері мен пандустары бар арнайы люктер мен жабдықталуы керек. Тоңатқыш камералары ортақ тамбур мен бір блокпен орналасу керек. Қойма дәліздердің ені 1-3, 1-8 метрге, егер арба қолданылса 2-7 метрге дейін болу керек. Санитарлық гигиеналық талаптар. Санитарлық ережелерді қадағалау үшін қоймалардағы қабырғалар кеміргіштер инеуінен қорғалу керек және майлы бояумен боялу керек. Ал тоңазытылатын камералар қабырғалары жүйелі ылғалды тазалау үшін кафель плиткамен қапталу керек. Көкөністер қоймасы мен тоңазытылатын камераларда тек жасанды жарықтандыру болу керек. Ал басқа қойма бөлмелерде жасанды жарықпен қатар табиғи жарық та болуы мүмкін. Табиғи жарық коэффициенті 5:1, терезе ауданының еден ауданына қатынасы. Жасанды жарық нормасы 1 квадрат метрге 20 куб болып есептеледі. Қоймаларда желдету табиғи және механикалық болу керек. Едендер жүктердің адамдар мен көлік құралдарының қауіпсіз және ыңғайлы қозғалысын қамтамасыз ету керек. Бекіту тапсырмасы. Осы жерде көрсетілген жабдықтар немесе құралдар қоймаларға байланысты осылардың атауларын жазыңыздар.
Бекіту тапсырмасы 2. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Қоймалардың жүктелуі, қоймаларда өнімдердің сақталу шарттары, қойма бөлмелеріне қойылатын санитарлық гигиеналық талаптарды атаңыз. Қоймалық операциялар ретін атаңыз. Қойма бөлмелерінің құрал жабдықтарын атаңыздар. Рефлексия. Бүгінгі сабақ сіздерге қандай әсерін тигізді? Бүгінгі сабақ ұнады, сабақ қызықсыз өтті, сабақ аяқталуын асыға күттім. Қорытынды. Сабақты қорытындылау барысында, жаңа сабақты қорытындылау барысында кері байланыс жүргізу. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді және берілген тапсырмаларды орындап, Платонс платформасына жіберулеріңізді сұраймын. Сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.